2021 жылы Өзен мұнай газ акционерлік қоғамы қаржылық қолдауымен Жаңа Өзен қаласының орта білім беру мекемелеріне білім инновация лицейлерінің тәжірибесін енгізу, қала мектептерінің оқушыларына кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу, мектептердің материалдық техникалық базасын жаңарту жұмыстары басталды. Бұл жоба болашақ Қазақстанның ұстаздарын жетілдіріп, даму мақсатында қолдау көрсететін жоба. Негізгі бағыты жан-жақты жетілген, өзін-өзі әрдайым жетілдіруші, бәсекеге қабілетті әрі адами құндылықтарды бойына сіңіріп, толық қалыптасқан жаһандық ұстаз жетілдіру. Жоба 3 бөлімнен тұрады. Бірінші зерттеу фазасы. Зерттеуге 10 мектеп, 703 мұғалім, 1279 оқушы, 2529 ата-ана қатысты. Екінші біліктілік арттыру курстары мен семинарлары. 13 семинар, 384 сағат, 1086 мұғалім. Үшінші фаза тәлімгерлік жұмыс, мұғалімдерге қолдау көрсету. Айында бізге Ержан Мырза келіп, жетекші ментор болып бекітілді. Барлық өзінің қолынан келген методикалық көмегін жасап, осы сабақ барысында қазіргі таңда STEM бағдарламасын қолданып, сол STEM бағдарламасы бойынша эксперименттер жасап, және әртүрлі сабақ барысында платформаларды қолдана отырып, оқушыларды осы физика пәніне деген қызығушылығын ең бірінші арттырдық. Жаңа Өзен жобасының аясында 1000-нан астам мұғалімдер оқытылды. Біздің жобамыздың ерекшелігі тек қана оларды теориялық курстан өткізіп ғана қоймай, одан кейін 1 жыл бойы посткурстық менторлық қолдау көрсеттік. Бұл қолдау уақытында мұғалімдердің сабақтарына қатысты сабақтарын талдадық, бірге отырып, әр апта сайын біз оларға семинар жасадық, 2,5 сағаттық. Сосын семинардың әсері көру үшін сабақтарына кіріп 1 жыл бойы жұмыс істедік. Біздің фокусымыз осы жылы құндылықтарға үлкен мән бердік. Мұғалімдердің сабақта тек қана теориялық білімді үйрету емес, өте маңызды балаларға өмірде қолданатын, бүгін үйренген ақпаратымыз бүгін өмірде пайдаланатын сондай құнды мағыналы сабақтар беру болды. Өте қиын транспирация, механика, термодинамика, әртүрлі элементтер, реакциялар, қиын тақырыптар, қиын терминдер арқылы балаларға өмірінде өте құнды, өте маңызды құндылықтарды енгізуге тырыстық. Бүгінгі сабақта өткен зертханалық жұмыстар, балалардың жүрек қан тамырлар жүйесі, бүгінгі алған білімдерін келешекте өмірде балалардың қолдана білуі. Негізгі құндылықтарымыз міне осы. Осы бүгінгі тақырып барысында балалар артерия, вена қан тамырларынан қан кеткен жағдайда алғашқы жәрдемді қалай көрсету керек, сонда адам өмірін қалай алып қалу керек, адамның бірін-біріне деген жалпы құрметтей білу, сол сүйіспеншіліктерін арттыру, бүгінгі алған білімдерін негізінде күнделікті өмірде қолдана білу. Яғни құндылықты қалай пайдалану керек, химия пән мұғалімі әр химияның тақырыбын құндылыққа тікелей байланыстыруды үйрендім. Мысалы, құндылыққа мынадай мысал келтірсем болады. Бізде металдар және бейметалдар болып бөлінеді. Сол кезде металдар өзінен артық электронды бейметалдарға беруге бейім болады. Мейірімділікті, кішіпейілділікті осы тақырып арқылы балаларға үйретуге болады. Басында мұғалімдер біраз қиналып, ондай құндылықтарды қалай біз әртүрлі химия, физика, математика, биология тақырыптарына кіріктіреміз, қалай оларды не істейміз, байланыстырамыз деп. Бірақ уақыт өте келе практика көрсеткені мұғалімдер жайлап балаларға өзінің басында байланыстырмай, бірақ уақыт өте келе даже байланыстыра бастады. Транспирация деген қиын, фотосинтез деген қиын тақырыптарда уже балалар оңай терлеу, әкеке шай құю деген тақырыппен байланыстырып үйретті. Бұның нәтижесінде балалар тек қана тақырыпты жақсы түсіне ғана қойған жоқ, бұл ақпарат олардың есінде қалады, ертең емтихан жазған кезде есіне түседі, өткен ассоциация қылып байланыстырылған. Ең маңыздысы уже өмірде олар пайдаланады. Теориясы ұмытылуы мүмкін, бірақ сол теория арқылы берілген құндылықтар балалармен бірге қалады. Қазіргі таңда кәсіптік бағдар маған өте көп көмегін тигізді десем де болады. Себебі мен 10-шы сынып бойы өзімнің қандай мамандықты таңдайтынымды нақты білген жоқпын.
тіпті 11 сыныптың басына келгенде де мен қандай мамандық таңдайтынды нақты білмедім. Сол кезде мен кәсіптік бағдар жайлы мектепте ести бастадым. Өзі жақында ашылған бағдарлама. Осы бойынша мамандармен тілдестім. Арнайы бағдарламалардан өтіп, өзіме керек мамандықты таңдадым. Маған бұл кәсіптік бағдардың көмегі өте зор болды. Соның нәтижесінде қазір өзімнің сүйікті мамандығымды, сүйікті пәндерімді таптым. Сол бойынша қазір ұбт-ға жүйелі әрі нақты түрде дайындалып жүрмін. Мысалы, біз бұрын шет елдер жайлы ойламайтын болсақ, қазір кәсіптік бағдар беру бағдарламасы бойынша шет елге оқуға түсуге мүмкіндіктер де беріп жатыр. Кәсіптік бағдар менің ойымша Қазақстанның әр мектебінде ашылса, бұл артық етпейді, керісінше оқушыларға, жас түлектерге, мамандық таңдаушы жас мамандарға өзінің көптеген көмегін тигізеді деп ойлаймын. Маған енді ұнаған әдіс тәсілдер актіні қолдану жақтары ұнады, сосын мына құндылықтар бағылу жағы, сосын пәндік есептердің тиімді тәсілмен шығарылатын жолдары оқушыларға да өзімізге де өте ұнады. Балаларға, оқушыларыма деген құндылықтың берген пайдасы, оқушыларыма деген мейіріммен қарай бастадым, қарым-қатынастарым өзгере бастады, ата-анамен тығыз байланыста болдық. Ата-аналармен көптеген жұмыс жасадық. Жеке басыма келетін болсақ, отбасыммен қарым-қатынасым құндылықтың арқасында өте жақсы нәтижелер берді. Мектебімізде құндылыққа байланысты көптеген жұмыстар жүргізілді. Әртүрлі оформлениелер жасалды, оқушыларды қызықтыратын, әртүрлі ойындар, сайыстар, кітаптар жарысы, суреттер көрмесі, әртүрлі тәрбие сағаттар өткізіліп, сабақтың үстінде пайдалану, әртүрлі тәжірибелермен жұмыс жасап, құндылықтармен өте жақсы жұмыстар жүргізілді.